Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Таңшолпан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте нәзік әрі жұмсақ болатын рулет дайындайтын боламыз. Рулет дайындау үшін ең алдымен жұмыртқа, ас содасы, қант, мед және де тұз, ұн, сүт қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды және де шым тұзымызды қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей дәл осы видеодағыдай болу қажет. Енді ұнымызға содамызды қойып қоямыз. Одан кейін жаңағы жұмыртқалы массамызға миодымызды қосып, тағы да араластырып алатын боламыз. Сапалы мед болғаны әрине маңызды. Венчиктің көмегімен араластырып болғаннан кейін ұнымызды салатын боламыз. Ұнды қосқаннан кейін де венчикпен араластыратын боламыз. Міне осындай қоюлықтағы масса дайын болды. Енді кішкене 40 миллиграммдай сүт қосып, тағы да венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Қою массамызды дайындап жатқан уақыт аралығында пештеріңізді қыздырып қойсаңыздар болады. Пешіміздің табасына сапалы пергамент орналастырып, қою массамызды құятын боламыз. Барлығы видеода анық түсіріліп көрсетілген. Алдын ала қыздырылған пешімізде 170 градуста 9-10 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Кремін дайындау үшін 25% сметана және де менде кішкене сгущенка қалған екен. Чайный ложкамен 2 қасық сгущенка және де сахарный пудра қосып, жақсылап араластырып аламыз.
Мінекей қыздар, менде осындай болып шықты. Мен суытып алдым. Содан кейін барып видеоға түсірдім. Мінекей екінші бетіне де пергамент қағазын төсеп, осылай астына алып аламыз. Одан кейін кішкене жиегін кесіп, сол аралыққа крем жағып, жақсылап рулетімізді орайтын боламыз. Менде рулеттің арасына қосатын жидектер болмады. Сіздерде болып жатса, клубника, малина, кез келген жидекті қоссаңыздар бола береді. Өте дәмді болып шығады. Мінекей қыздар, рулетіміз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте күшті, тәтті болып шығады. Шаймен ішкенге өте керемет рулет. Қыздар, мен рулетті холодильникке жарты сағатқа қойған уақыт аралығында кремі бисквитке сіңіп кеткен. Сол себепті аздау болып көрініп тұр. Негізі дәмі өте керемет болып шықты. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, алдағы уақытта тағы да шығатын жаңа видеоларымды көріп қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Таңшолпан. Сау болыңыздар.